Чайнектің қағын түсіру үшін лимонный кислота, содасыз түсіріп көрейік. Жай отқа қойып, газдың үстіне қойып қоямыз. Осылай бетін ашып, өзі жай қыза бастаған кезде пытыр-пытыр етіп, дауыс шығады. Сол кезде пышақпен түртіп көрсеңіздер, түсе бастайды. Қатты пышақты тығып, чайнектеріңізді тесіп алмаңыздар. Бетін жауып қойсаңыздар да болады, қатты отқа қойсаңыздар да болады. Егер ұзақ уақыт алсаңыз, міне өзі-ақ түсіп жатыр. Осылай чайнектің қағын осылай түсіріп алсаңыздар болады. Бірақ бұл ұзақ уақыт алуы мүмкін. Чайнектің бүкіл қағы түскеннен кейін шайды бірнеше рет қайнатып, ішін төгіп, қайттан су құйып, қайттан қайнатып, нәтижесі осындай болады.